Құрметті көпшілік, осы сіздер мынау жынымды келтірме, жыныма тиме деген сөзді естіп те жүрсіздер, және айтып та жүрсіздер жарыстар. Бұл сөздің айтуға болмайтынын мен сіздерге қазір түсіндіріп кетейін. Алдымен ол сөздің қайдан шыққанын айтып кетейік. Күні ертеде бақсылар өздерінің жаңа ритуалын жасайтын кезде жаңағы әртүрлі қимылдар жасап жындарын шақыра бастайды. Ал сол жындар келе бастаған кезде олар трансқа кіреді. Жаңағыдай басқаша күйге кіреді. Жаңағыдай секіріп, айналып, бір адам сияқтымыз басқа бір қимылдарға кіріп кетеді. Міне осыны көріп қалғанда дейді, жындары келіп жатыр дейді. Жындары келіп жатыр дейді. Міне сол сөздің қайдан шыққанын енді түсінген шығарсыздар, иә? Сондықтан да бұл сөзді айтпауға тырысыңыздар. Не қыласыздар, өздеріңізде жоқ нәрсені шақырып, яғни жоқ нәрсені өздеріңе шақыру болып естіледі. Сондықтан да ол сөздің орнына ашуымды келтірме, нервіме тиме деген сияқты сөздерді қолдансаңыздар дұрыс болады. Егер айтқаным пайдалы болса, лайк басып тіркеліп қойыңыздар. Алда әндеде айта жатармыз. Көріскенше аман болайық.